Senleri de hiç kim tapmaydı. Yeni de hiç kim tanımasın dedim ben. Anlaşılsın yeni tanıydı ben. Olsun. Kolaylaştırma beybiçilik zamanının arkasında sanjıldan beri bir angsap, bir кездескешті өткізейік деп отырған әне бүгінгі тамаша кешіміздің себепкері десек те болады. Ташкент қаласы
Низами атындағы мемлекеттік университеттің бітіруші түлектері, яғни 2005 жылғы бітіруші түлектері, ұлағатты ұстаздар, қадірлі қымбатты қонақтарымызды ортамызға көтеріңкөммен әндетіп қарсы алғанды жөн көрдік. Дайынсыздар ма? Ал қарсы алайық. Келіңіздер. Шықпай жатыр, әбіттен ауып кетті да, әке жайғасайық. Дастархан сіздер үшін жайылып отыр, жайғасып төлетіңіздер. Берекелі кешіміз санаулы уақытқа кейін бастаймыз, Құдай қаласа, жайғасайық. Жайғасамыз. Бүгінгі кеш бір ерекше күн болып тұр, біз үшін де. Курстастардың бітіру кешін бірінші рет басқарып отырмыз. Сіздерден қолдап қуаттап тұрсаңыздар, бүгін кеш бір өте бір есте қалатындай өткіземіз, Құдай қаласа. Бәрімізге сол тиесілі. Ендеше, рұқсат берсеңіздер. Әуелесі мынау өмір ағар өзен зыбырап атқан уақыт. Міне көріп отырмыз, бірінші дәуір, мектептік дәуір болса, ал екінші үлкен бір өмірге қадам басқан студент дәуір болады. Бүгін студент дәуірді сүріп, сол күнді бір кездесіп, сол бір күнді естеп, 20 жыл уақыт болып қаптау деп, жас ниет келіп отқан жағдайларың бар. Қуанышты кеш құтты болсын, Құдай қаласа. Ендеше біз қазақ халқында да, мұсылман халқында да той, мерекелі кеш көп, бірақ та әрбір кеш думанды той ақ-тілексіз басталмайды. Енді рұқсат берсеңдер, ортамызға ортаны ашып беруге ердің аты бәрі еркісі болады. Сол неміш ортамызға Жандос Бауыржан жігіттер шақырсақ та қошеметпен тілегін айтып дастарханды ашып берсе. Келдер жігіттер. Рахмет. Мына тойды ашып беріп бірінші рет бұйырып отыр-ау сендерге де. Дұрыс, Құдай қаласа 40-тан асып, ел ағасы болып қалған шығарсыңдар. Сол демешіме келіп отқан достарыңа, курстастарыңа деген
ізгі бір ақ тілектеріңді, жылы лебіздеріңді, ыстық ықыластарыңды жолдап, және дастарханда шығар сіздердің міндеттеріңде той қуаныш құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті курстас достар, ардақты қыздар, жігіттер, қыздардың өмірлік жолдастары, міне қош келдіңіздер. Міне біз үшін бүгін ерекше күн, қуанышты күн. Себебі осыдан қаншама жылдар бұрын бір мақсатта, бір арманда бас қосып, міне 20 жыл алдын сол оқуымызды аяқтап кеткен едік. Міне бүгін сол қайтадан бас қосып жиналып отыр екенбіз. Міне біз ерекше қуаныштымыз. Осы өткен 20 жыл ішінде біз өмірден өзіміздің жолымызды ойып таптық. Жаңалықтарымыз көп болды, қуанышты күндеріміз көп болды. Міне сондай өткізген қуанышты күндерімізді бөлісуге бір-бірімізбен жиналып бас қосып отыр екенбіз. Міне осы сәттен байқаным сіздерге әрдайым мықты денсаулық тілеймін. Отбасыларыңызға амандық, барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға табыс болсын. Міне бұл 20 жылдықпен келешекте тоқтап қалмақ емес. Бұдан кейін де осындай жақсы күндеріміз көп бола берсін дейміз. Дастарханымыз ашық. Не дейміз басқа? Әкең жалғастырады енді қалған. Ассалаумағалейкум, курстас қыздар, құрдастар. Қош келіпсіздер. Мынау 20 жыл дегенде кездесуге, уақыт ажыратып келгендеріңе үлкен рахмет. Әсіресе мынау құрдастарымызға үлкен рахмет. Соншалықты алақандарында аялап, бастарында көтеріп, осыншалықты мәпелеп отырған қыздарымызды осы дәрежеде сақтап келгендеріңе үлкен рахмет. Қалған қыздардың да жігіттеріне үлкен рахмет. Арнайы жібергендеріңе. Осы 20 жылда жеткен жетістіктеріміз көрініп тұрыпты. Міне барлықтарың өз орындарын тапқан, өздерінің белестеріне шыққан. Құдай қаласа мына алдымыз қыз ұзатайын деп, келін алайын деп отырыпты. 20 жылдың ішінде Құдай қаласа жеткен жетістіктерімізді бөлісуге жиналып отыр екенбіз. Қош келіпсіздер. Өте үлкен рахмет. Рахмет бәрекелді. Мына екі бір азаматымызға рахмет. Қуаныштарын ұзағына сүйіндіре берсін. Мерекелер құтты болсын. Ал төлетіңдер жайғасында. Рахмет. Осы айтты. Болған кейде жалғасын тапсын деп отыр. Құдай қаласа, құрметті бітіруші түлектер, Құдай қаласа біліп отырмыз, 20 жыл оңай уақыт емес. Зыбырап атқан уақыт, бір-біріңді сағынып, аңсап, бір ниетпен келдіңдер. Құдай қаласа, ниеттерің әуелесі қабыл болсын, қуаныш құтты болсын. Сен де бір кірпіш дүниеге кетің таптап арқалаң деп абай атамыз бекер айтып кетпеген. Бәріңіз мына кірпіштің мына кетігін тауып, бәрін қаланып, қарғасы мынау, қазіргі күнде мынау білім жұртында қалай берсе мынау ұстаздық етіп отырсыңдар, басшы болып отырсыңдар, қалай берсе бәрін отау құрып, үйдің басы иесі болып тұрсыңдар. Жаңама дұрыс айтып отыр, мына құрдастар келгендеріне рахмет деп, қалай берсе мына кемей қалған құрдастары сенім білдіріп, әдемілеп киіндіріп жеткен кемей қалған өмір жолдастарына рахмет. Дұрыс, бәрекелді. Ендеше қымбатты достар, әрдайым жақсы күнде, қуаныш күнге бас қосайық. Әрдайым мына әуелесінде бейбітшілік заман болсын, жақсы күнде ниеттерің қабыл болсын деп, ендеше бір жақсы бір әнімізді әрдайым жақсы күнде жолығып жүрейік деп, жолыққан қандай жақсы деген әнмен бастағанды жөн көрдік. Ал бастарының бәрін болсын алып отырыңыздар. Жайнаған көздерменен жолықса қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Қамат мен дегенде жүректер шөлдегенде сағыныш таулағандай көп бола көрмеген
Ötürüşkentler köğün güyleriz kalay. Bәрекелді тамаша. Енді бетек, Сабыржан айналайын бауырым. Енді жақсы кездесу кеш болып отыр. Мына тойымызды берген кешімізді көтеру көңіл деп бастадық. Көтеру көңілде аяқтай ағай. Енді Сабыржан сенден бір өтініш, бір тамақ жейтін, әңгімелесіп отырып ән қойып берсең. Ал алып отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Берекелі кеш жалғасады, әніміз жұт болады. Әндерімізді шалғынға кездесіп отырған қауымдастарымыз Шап қаламыз. Талап әлік дәвірім менің. Жаны вечерде квартираларда айтылатын әндер ғой. Жаз кешінде біз бардық бақшаға, естелік жазыпсың оюлап тастарға. Сол кеште білегі оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға. Сол кеште білегім оралып мойныма, дедім ғой қимаймын басқаға. Қимаймын бетімде қиялар қарады, елжіреп жүрегі, жас толып жанары. Еске алсам сол шақты, от болып жанамын. Қайдасың бұл күнде, қайдасың бұл күнде, қайдасың қарағым. Қостарда көктегі қиялы шарлайды, қиялдың ескегі сырыңды шарлайды. Қиялдың ескегі сырыңды ертеді, сезбесің ешмені сағымды ертеді. Енді төрімізде отырған жігіттерден бастай береміз. Бойына қарап берем екен. Бойына қарап, еліне қарап берсек, ең үлкен сен ұқсайсың ғой енді. Сен жаңағы курстас болып келесің ба? Құрдастар, а? Құрдас. Нұрмахан ба? Нұрмахан бір телеге айтып жіберсін. Бір қол соғып қойыңыздар. Ассалаумағалейкум баршаға. Тыңдалмаған сөз жетім дейді, тыңдасаңыздар бір минут тостақтарыңызды орнына қойып, иә. Біріншіден кешірім сұраймын сіздерді, күшті дәмді тамақтарын чуть-чуть уақыттарыңыз алғаныма. Баршаларыңызды тағы да көргеніме өте қуаныштымын. Сіздерді 20-25 жылдан бері танитын шығармын енді. Баршаларыңды осындай жақсы кездесуден
кездесумен құттықтаймын. Осындай кездесулерің өмірде көп болсын. Сендерді, қыздарды, Бауыржан, Жандос, баршаңды жастайыңнан танимын, өте салмақты, үлкен азамат болсындар баршаң. Но көңілдерің жас әлі сезініп тұрыпты. Осындай керемет кешті ұйымдастырған Гүлзи, саған мың алғыс. Екінің біріне қолынан келмей, еркектің қолынан келмей тірлікті жасап отырсың. Тапқаныңа береке берсін, құрдаспен бақытты бол, бала-шағаның қызығын көр. Осындай кештерің жақсы тамаша өтсін, есте қалатындай, сағынып жүретіндей, болашақта осындай тағы да кездесу болса екен деп армандайтындай кеш болсын. Соны шын жүректен тілеймін. Баршаларыңды, барша жақсы тілектер сендерге тілеймін. Айта берсең сөз көп, қазақ әдеттерге жету қиын бәрібір. Баршаларың өз өмірлерінде жақсы орындар тауып, біреулерің бір жердің директор шығарсыңдар, біреулерің жақсы маман шығарсыңдар, біреулерің әкім, біреулерің басқа саланы қуып кеткен шығарсыңдар. Енді баршаларыңа табыстарың мол болсын, отбасыларың аман жүрсін, бақыттарыңа жарларың аман жүрсін, бала-шағаларың көп болсын, немере шөберелерің көп болсын. Осы тойды басқарған тамада әншілерге мың алғыс. Керемет әнмен, керемет атмосферамен бастап отырсыздар. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Бір қол соғып қойыңыздар. Енді бір сұрақ бермек шықты енді. Енді ортақ деп айта берейік енді. Мына Гүлзи менің қарындасым болады. Гүлзи, оның ағасымен біз доспыз. Жаңа Алмагүлдерді баяғы сұқтан кезден танимыз. Енді өз негіз барлықтарын осы жердексіңдер ме? Жоқ. Осы жерді көшіп кеткенсіңдер. Барлығымыз Өзбекстандықпыз ғой, негізі түбіміз. Негізі ана қазақ ватаным бар да. Енді мынау біз өзбекше араласып кетіп жатырық да бізде. Акцентімізді, тем более мына қазақ тілді бітіргендердің арасында сөйлеуге ұялып тұрмыз да енді былай. Енді кешіресіздер, азғантай тілімізді. Өз негізі менің де әйелім тілші. Ұрысқандықтың мақал-мәтелін ұрысамыз біздер. Құда қаласа, мына тыныштық, амандық болсын, құда қаласа мына 20 жылдық, мына неше жылдан бері осындай өнер жолында жүрген болсақ, курстастардың 20 жылдық кездесуін бірінші рет қызмет етіп отырмыз. Құдай қаласа, жалғасы болсын, құдай қаласа. 30 жылдықта кездесіңіздер, мына тілекке бір қол соғып, тостаған алып қойыңыздар. Рахмет. Алып отырыңыздар, тамақтарыңыз дәмді болсын. Біз әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі кешімізге жақсы елмен келіп отырған, бүгінгі кешіміздің сыйлы қонағы болып келіп отырған Нұрбол мен Ермекті ортамызды шақырсақ. Еркісілерден бастай береміз, жақсы елмен келіп отырған. Bir қол соғып қойсаңыздар. Келіңіз Нұрге Ермек, бүгін мына қуанышты күнге, мына өмір жолдастарының қуанышты серік болып келіп отырған сендерге рахмет. Ал енді келіп отырған құрдас дейсіздер ме бұлардың? Құрдастарына деген бір тілектеріңізді айтып өтсеңіздер. Жандос, Бауыржан. Президенттің басында Бауыржан, Жандос, кеп атым бар еді? Ағасын жауға. Сендер көрсін негіз оны зор не қасындар да? Өңше қыздар болып қойсыңдар. Біздер не болып қалымыз, парекетті біздер қыз бақшы болып. Повезло дейсіз? Да, повезло. Енді бұл жер отырған қыздардың бес ауылдан танимын, Жамал, Гүлзия, Гүлзира, Лариса, Алмагүлді мен танымайшын. Танысып кетті бәрді? Рахия мене көп келетін етті философлар. Науайға барғанымыз ғой, танымаймыз ба, не танимыз ғой? Жоқ, білеміз ғой сіздер. Айгүл дейсіздер. Ені танымайды. Қамар дегеніміз бар еще, Қамар. Да, Қамар дейсіздер. Сол, енді біздерді білдірген 20 жыл жақындап қалды, бірақ біздер бастаған жоқ қой сіздер. Рахия бастап беріп жатыр маған. Үйретіп жатыр ма? Үйретіп жатыр, сол. Біз Астанадамыз, біраз жыл кетті жүр. Нұрмұхамед Астанада, Лариса Астанада, Алмагүл, сол не деймін, барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Тағы айтады, Нұрмахан сөйлейін дейсің, Нұрмаханның жүрегіне бар ғой сөйлейді. Біз олай сөйлей алмаймыз, сөз айтады сіздерге.
Сол бақыт деген тыныштық болсын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Енді Алла қаласа, тойларымызды деп қыздарды айтып тұрмын, кім айтты ғой деді. Айтыңыздар келейік, барыңыздар, сол көргенде қуаныштымыз барлықтарыңыз. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қош келіпсіздер. Тілшілер сабыр айтқанда біздікі аны бітті, екі деп барады. Акцент. Қуаныштымын, барлықтарыңызды көргенмен көпшілік танығаным бар, танымағаным бар. Менің атым Нұрбол, Гүлзираның тұрмыс ортасының. Қош келіпсіздер. Не деймін? Дендеріңіз сау болсын, барлықтарыңыздың ешқашан ауырмаңыздар, барлықтарыңыздың семьяңызда, отаныңызда тыныштық болсын, бақытты болыңыздар. Тағы не деймін? Бала шағаларының рахатын көріңіздер, қыздарды ұяға, ұлдарды ұяға дегендей жақсы күйеу, жақсы келіндер келсін. Барлық жақсы ниеттеріңізге жете беріңіздер. Тағы не дейміз? Сөзге жоқпыз өз. Бақытты болыңыздар. Үйде бар ғой, біреуге бір адам сөйлеу керек пе? Гүлжи сөйлей ма? Неге ана ерімізің деді? Өз негізші өмірде жаңағыдай бірге қартайып бір бақыт екен да. Мына Құда қаласа махаббаттардың мәңгілік болсын. Құда қаласа мына бағана айттым 30 жылдық, 40-50 жылдықтай жаңағыдай қатарларын қатаймастан осыны бас қосып жүре бердім. Мұны енді өмірде жанұяда жанжал болады. Жанұяда жанжал болады, кішкентай. Бір атамыз жаңағыдай 60 жыл тұрмыс құрып, 60 жылдың ішінде әйел бір рет тұрмыс болған атамыз бар екен да. Іздеп алдына барыпты. Ата депті, мен жақында үйлендім депті. Елден естідік, сіз әжемізбен 60 жыл тұрмыс құрып осындай бір жанжал қылмастан тұрмыс құрған екенсіз. Әзіргі жастардың арасында ұрыс жанжал көп, ажырасу көп, оның сыры не деп тұрмыс болған. Сөйтсе ана атамыз айтқан екен, ей балам, үлкен оқыған кісі екен, сен жақсы көріп алсаң да махаббатпен тұрмыс құрсаң да жанұяда жанжал болады. Жанжал қатындардан шығады деп тұрған атамыз. Жанжал қатындардан шығады деп, еркек кісі психолог болу керек деп. Сонда қалай ата депті, енді үйленген ғой. Сөйтсе жанжал шығудан алдын балам депті, әйелдің түрі басқа күнге қарағанда өзгеше болып қалады деп, өзгеріп қалар екен. Әйелдің түрі. Еркек кісі біріншіден соны байқау керек деп. Екіншіден депті, әйелдің түрі өзгеріп, ерні жыбырлауды бастайды деп жаңағы. Сол әйелдің түрі өзгеріп, ерні жыбыр-жыбыр еткенде еркек кісі бір сөз айтса, сол сөз ақыры барып жанжалға айналып кетеді деп. Сонда не істеуім керек десе, әйелінің түрі өзгерді ма, ерні жыбырлауды әйел кісіге үндеме деп. Бір сөз айтпа деп. Өзіңді сабырлау ұстағанда қолыңа бір кітапты алып, чердакқа шығып бір сағат оқып түсең, әйел кісі бір сағаттың ішінде өзіне келіп қалады деп. Қайтты сөйлесіп кете бересің. Мен осылай 60 жыл тұрмыс құрдым балам десе, ана кішкентай баладан сұрапты. Ата деп 60 жылдың ішінде чердакқа неше шықтыңыз десе, ей балам өмірім чердакта өтіп кетті деген екен. Мейлі мына чердакта өтсем, жанұяларыңыз ешқашан ұрыс жанжал болмас. Бір қол соғып қойыңыздар. Бақытты болыңыздар, жақсы тілектер болды. Құда қаласа осы тілекке мұны тастағандарды алып қойыңыздар. Doğum gününde çıksa burada da. Balgada çıksa burada. Ne işte çıkmamız gözümüz. Okup жүргенде, ya? Alınızda. Жігіттердің құрметіне бір әсем әндерімізді жолдап қалсақ, тамақтарыңыз дәмді болсын, құлақтарыңыз әнде болсын. Қабыл алыңыздар. Şirkin izdegen manga berbere
жалғыз шабынып жүрген шығарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Өмірде бір өзіме ғана сыңарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Өмірде бір өзіме ғана сыңарсың Шағым-ау менің шағыма таққан тұмарсың Шалғында жалғыз шабынып жүрген шығарсың Өмірде бір өзіме ғана сыңарсың Шағым-ау менің шағыма таққан тұмарсың Шалғанда жалғыз шабынып Өмірде бір өзіме ғана сыңарсың Онарсың талай бір көрген жанға онарсың Өмірде бір өзіме ғана сыңарсың Дейт уақытта кеп тамадына деп отырмыздар. Арасына ема жаңа жігіттердің өте бір тыңдап әуес қылып отырмыз. Тамаша тілектер болып отыр. Ондай болу қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, Абай ата бекер айтып кетпеген, міне Құдай қаласа ғылым іздеп, арман іздеп, Құдай қаласа мынау кейбір қонақтар, кейбір мынау арамызда отырған бауырларымыз Атамекенге қоныс аударып, сол жерді гүлдетіп отқан жағдайы бар екен. Бұл да бір қуаныш шығар. Жаңағыда мынау Нұрекең мақтап кетті. Бастап берген мынау өзіміздің ауылда болған бір қуанып қалды, Гүлзираны айтып жатыр да, шындығы керек. Анау көп көрген бір елді басқарып жүрген бір биден сұраған екен, бір үлкен ақылдылықтың ұшқыройлығын сынап, жаңағы биден сұраған екен бір кісі. Дүниеде қол бастау қиын ба, жол бастау қиын ба, сөз бастау қиын ба деп. Сонда жаңа көп көрген би жауап қайтарған екен ғой. Қол бастау қиын емес, қолыңда өткір найзаң болса, жол бастау қиын емес, артында ерер халқың болса, ең басты шартараптың арасында сөз бастау қиын екен деп. Сол демекші мынау бұл отырыстарыңыз өзінен өзі болған дүние емес. Әрине бастап беретін адам бар, оны демейтін арқасында бір қолдау болады. Айтады ғой, мынау жалғыз аттың шаңы шықпайды, шаң шықса да даң шықпайды дейді. Демеп бастаған болса, қалғандарыңыз қолдап, осыны бір тамаша бір кешкі өткізіп отырсыздар. Енді Құдай қаласа бізді осы мынау сонау курстастарым келеді. Негізгі курстастарым бәрі Қазақстан көшіп кеткен. Сол жақтан келеді, бір есте қалатындай өткізейік, арасында бір ән айтайық, бір көңілді көтеретін конкурстар жасайық, бір есте қалатындай өткізейік деген еді. Сол ниетпен келдік алдарына. Енді рұқсат берсеңдер, арасында сұлу қыздардың да бір ниеттерін тыңдасақ. Енді екеу сөз береміз да арасында. Бола ма сөйтсек? Сөз тек кімге береміз енді? Жас үлкен деп бәрін бір дейсің шығар меніңше. Айгүлге ма? Айгүлге ма? Бүгін құрметті достар, тамаша бір кеште терек айтпаған адам қалмайды, рахмет сау. Терек айтпаған адам қалмайды, бұл кештен өпкелеп кеткен адам да болмайды. Сол демекші, бәрі бірдің демек кім айтатынына жалғастырады. Ал сәлеметсіңдер ме, құрметті, менің алтындай ардақты, күмістей салмақты курстастарым,
Негіз айтады ғой, курстас деген бұл бір нанды бөліп жеу, суық күнде бірге тоңу, қуанышты күндерді бірге өткізу, етігімізден су өтіп, трамвайдан қалып қойып, общежитияға кеш келсе кіре алмай, осындай бір қызық сәттердің куәсі болған курстастарым. Міне бүгін араға 20 жыл салып кездесіп отыр екенбіз. Кездесуіміз ұзағынан болып, алдағы уақытта 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық болып жалғасын таба берсін. Бақытымызға мынау ер азаматтарымыз аман болсын. Осылардың арқасында тайраңдап, желпілдеп жүрген жеріміз бар. Ал дендеріңе саулық, бастарыңа амандық тілеймін. Мынау біздің курста 3 жігіт, жаңа Тамада жолдас айтты, сенде бір не бар деп, не еді? Шанс ба? Не деді? Повезло деді ғой. Осы 3 жігіт бірақ шансты пайдаланбады деп ойлайды. Неге өшіп қойды? Пайдаланғандар болды ғой. Пайдаланбады ғой сол. 3 жігіт бір қызды алмады, бірақ мен әр кездескенде айтамын, осы Гүлзия молодец. Өзінің ағасына менің құрбымды алып, жеңге қылып, қазір төрге отырғызып, ол Гүлзияны сыйластықтары артып, осындай жүрген жері бар. Көп созбайын, әдептен озбайын. Деніміз сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мынау арамыздағы Бауыржан, Жандос, Рахымжан, дендерің сау болсын. Осылай ортамыз. Дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Нұрбол, Гүлзи осылай ұйымдастырып, көптің басын қосып, осылай ұйымдастырып жатырсыңдар. Сендерге мол денсаулық, бала шағаларыңның рахатын көріңдер. Ал енді алыстан кішкентай ғана жаңағы жылы жүрегімді мынау ауылдасым, әрі құрбым, әрі класс досым, курстасым Айнұр осы былтыр ұлды болып, бауы берік болсын, біз келе алмадық. Дені сау болсын, Мұрат екеуің бақытына балаларың аман болсын. Биыл мектеп бітірген, алтын белгіге бітірген қызыңның мерейі үстем болып, жоғары бал алып, қуанта берсін. Мынау балапаныңның бауы берік болсын. Үйіне барғанда ол басқа болады ғой. Ал бүгінгі күнді ұйымдастырған Гүлзиге енді кішкентай ғана рахметім. Гүлзи, орамал том болмайды, жол болады дейді. Әрқашан жолың ашық болсын, мерейің үстем болсын. Қазір директор болсаң, осы Өзбекстан Республикасын басқаратын президент болуыңа тілектеспін. Рахмет барлықтарыңызға.
университетте 4 жыл бою окуп, студенттик алтындыгыбызды бирге өткөзгөн менин алтын курсташтарым, сендерди көргениме өтө кубанычтымын. Барлыктарың сол күйө жапжасыңдар, өзгермегенсиңдер. Сендерди көргениме өтө кубанычтымын. Сендерге тек жакшылык тилеймин. Отбасыларыңа амандык тилеймин. Дендерің сау болсын. Әрқашан осындай гүлдей жайнап құлпырып жүре беріңдер. Сол бар жақсылығын тілеймін сендерге. Мынау бүгінгі кешті ұйымдастырып жатқан мынау Гүлзи ағаларыңа мың алғыс. Мынау видеограф жолдас, сізге де үлкен рахмет. Мерейлеріңіз үстем болып, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін, қашанда биіктен көріне беріңіздер. Рахмет. Қошебет аз болып отырмыз негізі. Әрбір сөзді байқап тыңдаймыз. Жаңа өте бір тамаша тілектер көп болды. Адам жасы өтсе де, дене пішіні өзгерсе де, бәрі жүрек жас болады. Сіздер мынау бүгін 20 жыл өтіп кетті, 20 жыл есейіп қаппыз ғой деп келген жоқсыңдар. Сендер баяғы сол студенттік бір дәуірді естеу үшін келдіңдер. Қуаныштар құтты болсын. Тек қана оқыған жоқ шығарсыңдар, қарындастар. Қала берсе арасында отырыс болған уақытта ән айтқан шығарсыздар. Бір сол бір дәуірді естеп, бір ән айтатын әдеттерің болса, қайсы айтар еді? Алмагүл ма? Бір жақсы 4 шумақ ән айтып берсін дегенде бір қошемет тұрып қойыңыздаршы. Жылы сөздерменен жарқырап күліп тұрған жайнаған көздерменен жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Көріп көрмегенге көріскен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолықсан қандай жақсы. Сіздермен бақ табамыз, сіздерден бата аламыз. Той болса төрімізде, бар болсын ата-анамыз. Бар болған қандай жақсы. Көңілдер жібек болып, жүрекке тілек толып, жолықса күнге сылай, қуаныш себеп болып, жолыққан қандай жақсы, 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 жолыққан қандай жақсы. Құрметті достар, естер отырған бір биге шақырсақ, бір көңіл көтеріп, бойды сүйрік етіп, биле басыңдар, одан кейін жайғасасыңдар. Ал сендер құрметтерің жақсы ән,
Köngüldi götürüp beylengler. Kabal etani. Vakit ötüp gitti aradan, köbüsünden tanladan yedim. Muhabbatım pozsan sağan, gitarada arnadan yedim. Vakit ötüp gitti aradan, köbüsünden tanladan yedim. Muhabbatım pozsan sağan, gitarada arnadan yedim. Kevlimde unutkan sen, adın soldu tanıtkan sen. Gözüm şahıttı almadı. Gözsüz dostlarım almadılar. Şu dostum ayranamız, taz oynap şaykalamız almadılar. Şu dostum ayranamız, taz oynap şaykalamız almadılar. Yalnız başımdaki dostlarım kaybedip sarılıp yürümekin almadılar. Dostumdan bölün yedi sağına. Dostumun ömrünün ağrı var. Mehmeli oynar yürüdüm almadılar. Yalnız başımdaki dostlarım kaybedip sarılıp yürümekin almadılar. Yalnız başımdaki dostlarım kaybedip sarılıp yürümekin almadılar.
заманға не жарасады, бейбітшілік заманға той жарасады. Бейбітшілік заманға не жарасады, бейбітшілік заманға ойын күлкі жарасады. Тыныштық заманның арқасында алқыш қалқып, осылай төбелетіп, абыроймен тамаша бір кешті өткізіп отырмыз. Әуелесі тыныштық заман болсын. Ендеше рұқсат берсеңдер, әрбір адамзат үйден шыққан екен, жақсылыққа барса, қуанышқа барса, той жиынға барса, мерекеге барса, жүрегіне түйіп қойған ниетмен барады. Барлықтан ниетпен келген шығарсыздар, тілектермен. Рұқсат берсеңіздер, сөзтекке ортамызға Лариса, қала берсе Закидан ортамызға шақырып бір тілегін тыңдайын деп отырмыз. Сонау Астанадан келген, Шырайлышын қаласынан келген екі бір дипломатымыздар, келіңіздер. Барлығы сөйлейді бүгін қуаныш кеште. Сөйлеп болған екен бір өнерлеріңіз көрсетіп кетесіздер. Жақсы жағынан. Болған екен де өзі. Ал жақсы сөздікті бастаймыз. Береке кеш құтты болсын. Кімнен бастаймыз? Қош келдіңдер. Өлең айтасың. Ал тыңдаймыз. Ал құрметті курстастар, негізі көп сөйлеп кетпейін деп тілегімді жазып алдым. Себебі көп сөйлейміз күнде, сол әдетке баспайын деп. Құрметті курстастар, 20 жыл көзді ашып жұмғанша өте шыққан уақыт десек те, бұл жылдардың ішінде біз өмірдің талай белесін артқа қалдырдық. Студенттік парталардан басталған сапар әр қайсымызды өз биігіне, өз шыңына жетелеп әкелді. Бүгінгі жүздесу жай ғана кездесу емес, бұл тамырымызға қайта оралу, жүректегі ең шынайы естеліктермен қауышу, бастауға, яғни балалық сол бір студенттік шағымызға, алтын дәуірімізге тағзым ету сәті деп білем. Сіздермен бірге оқыған сол жылдар менің болмысымның бір бөлшегі. Әр қайсыңыздың табысыңыз, өсу жолыңыз мен үшін де мақтаныш. Бүгін біз бір-бірімізге тек көзбен емес, жүрекпен қарап отырмыз. Енді сіздерге тілер тілегім әрине биіктен. Тәңір тағдырымыздан шаттық пен шүкірді аяп қалмасын. Ешбірімізге өткенімізге өкініп, ертеңімізге алаңдап өмір сүру жазбасын. Арманымыз адал, жолымыз ашық, орнымыз әрқашанда осындай құрмет төрінен болсын. Тек табыс пен тағылыммен биіктен көрінетін адал достар, ардақты аналар, құрметті азаматтар болайық. Бүгін бірге еске алған күн, ертең бірге биіктейтін күн болсын. Курстас болу бұл кездейсоқтық емес, бұл өмірдің өз таңдауы. Ізгі ниетпен Лариса Алдаберген. Лариса тілек айтты ма қазір? Міне көріп осылар ма? 2 шақырым жол басып, базар басып, қыр асып, тау асып, белестерді бағындырып, қала берсе табиғаттың сұлуын тамсанып, осындай тамаша бір дүниені жазып берген Ларисаға бір қошемет тұрып қойыңдар, айқайлап. Молодец, рахмет, тамаша. Бір-бірімізді қуантып, сыйлап жатырмыз. Кеше алдын кәдімгідей ойланып, толған түнде сағат 2-3-те ма күліп, кімнің жанардың күлдірген сәттері есіме түсіп, өзім мамам жанымда ұйықтап жатыр, шықылықтап кәдімгі бала сияқты күліп жатырмын, өзім қорқып кеттім ғой. Соны ойлап, содан не керек, кішігірім менде жаңағы орамал тұм болмайды, шоу болады деп, енді бәріне сыйлық бар. Негізі алыстан келгеннен кейін еще өзім жолда жарты айдай Таразда, Шымкентте жұмыстарыммен жүрмін. Сонымен осында мынау Гүлзира деген осы студенттік дәуірді арқаға тастап кеткеннен кейін де өзі бір адамның тағдырының жолында бір жанына жақын болып, жүрегіне жанына жалау болатын әрбіріміздің де бір-біріміздің жанымызда достар отыр. Енді бәрі де қымбат, бәрі де алтын. Бірақ Гүлзираның осы менің соңғы 10 жылда қазақ еліне қызмет етуде, қазаққа, ұлтқа қызмет етуде жолымда жүздескен сондай бір шынайы бауырымдай болып кеткен өзімнің. Тіпті ең бір қарапайым тілмен айтқанда, бір күн қарасам Гүлзираның үйіне қонаққа барғам. Енді ұятта болса айтайын, бірақ ол өте айтуға тұратын дүние. Аяғымдағы нәскиме дейін жуып қойыпты. Анам таңертең көргенде жылағым келіп, бұл не деген қамқорлық, бұл не деген достық, бұл не деген адалдық деп. Жалпы сонымен Гүлзираға осындай еліміздің Қазақстанында жасалған мынандай бренд, Ауылса брендімен
Сақина алып келдім. Ұйымдастырып отырған біздің ардақты досымыз, курстасымыз Гүлзира Елебаеваның атын ерекше атап өтпеуге болмайды. Бірақ мен Гүлзираны алла бұйырса жаңа оқу жылында, Гүлзира тыңдап тұрсың ба? Осы дәмханада, осы мейрамханада біз бұған дейін де Гүлзирамен Қазақстандағы біздің еліміздің ең атақты жазушыларының бірі Роза Мұханова апайымызбен бірге дәл осы ресторанда Гүлзираның дәмін татқан болатынбыз. Бірақ мен Гүлзираға бұдан да үлкен сыйлықты тарту етемін. Алла бұйырса біздің ұстазым менің деген журналымыз бар, өзіміздің жеке редакциямыз бар. Сол журналдың обложкасына шығарып Гүлзираны Өзбекстанда қазаққа қызмет етіп жатқан қайраткер қыз деген мағынада, тақырыпта, мазмұнда бұйырса Гүлзираға осындай қазақ еліне танытатын біздің редакциямыздың спецвыпуск арнайы шығарылымын арнаймыз. Барлығына да Жанарға, Гүлзия, Рахия. Енді Рахиямен біз айтап өтпеуге болмайды. Рахия екеуміз бір үйдің қызындай болып өстік. Бірақ Рахиямен тойына барып, жаңағы сыйлығымды сыйлап, соңғы 10 жылдықта бірақ арамыз алшақтап кетті. Енді бұдан былай біз біргеміз. Гүлзияның үйінде де дәмін татып, тұзын жеп, Жанардың үйінде де. Сондықтан ең бірінші осы қыздарға рет-ретімен менің сыйлығым бар. Бәрің де қымбатсыңдар, тағы да айтам, бөліп жарғаным емес. Бірақ енді жолда жүргеннен кейін жарты күннің ішінде ойландым да осындай сыйлықтарды тез-тез ұйымдастырып ұстадым. Барлығына амандық тілеймін, амандықта жолғайық, той көп болсын, қуаныш, жақсылық, сәттілік болсын. Рахмет, құрметті курстастар, достар. Айтам өзім айтам. Алдымен мына 40-тың қырқасына шықтық былтыр, 40 деген жас өз өмірдің жарты жасы. Сол жаста көп адам әртүрлі ауыртпалықтарға, сондай әртүрлі жағдайларға ұрынады екен. Бірақ мен қазір сендердің көңіл күйлерінен, ана жарқын дауыстарынан, билерінен Аллаға шүкір, біз ондай ешқандай өмірдің бір кішкентай болсын жамандығын көрмедік деп ойлаймын. Сол биыл менің екінші балам 3-ші рет Азия чемпионы болды. Біздің 20 жылдықпен тұспа-тұс келді. Кеше группаға видеосын салдымда артынша салмадым, тіл көз бар деген бар. Оның үстіне 24-ші шілдеде Афиныда Олимпиаданың ойындары алау жағылған жерде әлемнің мирға шығады. Қазақстанның туын әлемде қорғайды. Әлемде егер чемпион болып келсе, мен астаналықтарға жуып беремін соны. Одан үлкен балам осы Өзбекстанның тумасы, осы жерде туылған, 7-ші шілде күні Азияға күреседі. Одан орын алып келсе, мен шымкенттіктерге жуып беремін. Баламның кешегі жеңісін мен ташкенттіктерге жуып берейін деп өздеріне су қойып келдім. Өздері жуып алады енді. Қалай жуады өздері біледі. Өте бір тамаша ниеттер шын жүректен жолданып отыр. Рахмет, бәрекелді. Микрофон берейін ба? Кешіресіз, тамада болып кетеміз. Алтын уақыттарыңыз
мен күміс минуттарыңды деп айтатын еді ғой. Сондай алтын уақыт пен күміс минуттарымыздың сәті туғанда бізге әдемі тілек айтпайсың ба? Әдемі тілектерің бар еді ғой. Өлеңмен айта алмаймын. Өйткені мен толық тұрмын да қазір. Толыққан кезде шықпайды. Немен жазып жіберемін WhatsApp-пен деп. Айналайын жандарым, алтындарым, осы жандарым, алтындарым деп сөйлеуді сол жақта үйрендік, е? Бұл жақта көп айта бермейді екен. Өмірлерің ұзақ болсын. Істерің әрқашан алға баса берсін. Ата-аналарының көзі тірі болса, сол кісілер жүзге жете берсін. Дендерің сау болсын, еліміз аман болсын. Мына біздің туған жеріміз ғой, кіндік қанымыздың тамған жері де, біздің барған жерімізде жалпы әлемде тыныштық болсын. Ешқашан соғыс болмасын. Құдай қаласа 30 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдықтарға келе берейік. Сол жерде жанар өстіп, жарқырап жүре берсін. Именно жанар бүгін басқаша жүр ғой, байқап жатсыңдар ма? Қалғандарға замечание, құдалық жасамаңдар, сызылмай жазылып отырыңдар. Мен себебі қатты сағынғам сендерді.